Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода дәмі өте нәзік капкейк десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды, шекерімізді және шым тұзымызды салып, жақсылап шекері ерігенше араластырамыз. Ал енді ұнымыздың ішіне сода және қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға сұйық май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте айранымызды құямыз. Тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Келесі кезекте 3 бөлікке бөліп ұнымызды салатын боламыз. Комок қалдырмай, біркелкі масса етіп араластырып аласыздар. Міне бізде осындай қоймалжың масса дайын болды. Ал енді осы қамырымызды формаларға құйып шығамыз. Арнайы капкейк пісіретін салфеткаларды кекс пісіретін формалардың ішіне салып дайындап алдым. Бұл салфеткалар жұқа болғандықтан арнайы форманы қажет етеді. Кез келген домалақ формаға осы салфеткаларды салып пісіре берсеңіз болады. Болмаса, капкейк пісіретін арнайы капсулаларды пайдалансаңыз да болады. Дайын массамызды формаларға құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Капкейктарды пешке салардың алдында формасымен сілкілеп алыңыздар. Сол кезде капкейктар беті тегіс болып түседі. Және де айта кететін жайт, капкейкті құйған кезде тек жартылай құйыңыздар. Егер толтырып құятын болсаңыздар, пісіп жатқан кезде көтеріледі де бетіне шығып ағып кетеді. Міне біздің капкейктарымыз өте нәзік жұмсақ болып пісті. Енді пышақтың көмегімен ортасын жартылай ойып, ішін тазалап аласыздар. Ол бізге начинка салу үшін керек болады, бірақ ол начинка салу міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен ішіне вареный сгущенка салатын боламын. Осылай формамызды алып, ішіне керек мөлшерін салып аламын да, бүкіл капкейктарымның ішін варенкамен толтырып шығамын. Ешқандай қиындығы жоқ. Осындай насадкасыз-ақ пакеттің аузын кесіп, варенканы капкейктардың ішіне құйып шықтым. Ал енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сливочный сыр, шекер және сливки керек болады. Сливкеміздің жан жағын ашып, жақсылап шайқап аламыз. Ең алдымен сливочный сырымызға шекерімізді салып, вилканың көмегімен басын біріктіріп аламыз. Келесі кезекте үстіне өте мұздай сливкемізді құямыз. Сливке міндетті түрде мұздай болу керек. Сол кезде жақсы миксерленеді. Егер сливкеларыңыз жылы болса, онда миксерленуі қиын болады. Міне бізде осындай қою сливкеміз шықты. Енді үстіне краситель қосамын. Кез келген түсін пайдалана берсеңіздер болады. Мен осындай қызыл красительді қосып, розовый цвет шығардым. Енді насадкаға салып, кремімізді капкейкіміздің бетіне құйып шығамыз. Краситель қосу міндетті емес, қоспай қойсаңыздар да болады. Енді осындай насадкамен капкейктарымыздың бетін сәндеп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген насадка түрін пайдалансаңыздар болады. Розочка жасасаңыздар да болады. Мен осындай кішкентай сүйкімді гүлдерді жасағым келді. Ал енді капкейктарымызды сәндеуге кірісеміз. Мен осындай посыпка пайдаландым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша фруктымен, болмаса шоколадпен сәндесеңіздер де болады. Мінекей бізде осындай өте әдемі капкейктарымыз дайын болды. Қазір в разрезе көрсететін боламын.
кескен кезде де өте жұмсақ және ортасында начинкасы бар. Достар, менің рецептім ұнаса, лайк баса кетіңіздер және де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер және каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.